Түркістан облысында ауылдағы ағайын бас көтерді. Сайрам ауданына қарасты Көлкент ауылдық округінің 50-ге тарта тұрғыны ауыл ішіндегі жол мен интернеттің мүшкіл жағдайына наразылық білдірді. Тұрғындардың айтуынша, ауылдағы ішкі көшелердің басым бөлігі кеңес үкіметінен бері күрделі жөндеу көрмеген. Соның салдарынан ойдым-ойдым болып тесілген жолдар көлік түгілі адамның жүйкесін жұқартыпты. Жол азабын күнде тартып жүрген ауыл азаматтары темір тұлпарымыз ай сайын жөндеуден шықпайды деп налиды. Одан кейін мана қазір айтып атқан манауын 2 жыл 3 жылдан бері асфальттың ақшасын кім жеп кеткенін бір район әкімі істеді. Оны ауыстырып орнына басқа адам келді. Соны көтеру керек халық бәріміз. Сендер де бағаны айтуың керек. Мана халықтың несі қая кетті? Бюджеттің ақшасын қаяқ жеп алсын сендер деп. Сол жол мәселесі ешқандай ремонт істелінген жоқ. Ауыл тұрғындары внедорожникпен жүру керек болып қалды аяқ жағында. Ауыл әкіміне, аудан әкіміне неге дейін облысқа дейін не жаздық? Өтініш хат жаздық, осы жолды жөндеп берулеріңізді сұранамыз деп. Ана міне дегенде мына 10 жылдың несі болып қалды уже. 10 жыл өтіп кетті. Бұны қанша жыл күтеміз, мысалыға машинаны істей беріп, уже ақшада қамат. Мынау көшеміз ауыл әкімшілігіне шығатын жол. И больницамыз осы жақта. Біз бұған баруымыз үшін анау жақпен айналып баруымыз керек. Жолдың мәселесі өте қиын болып кетті. Одан бөлек ауылда судың мәселесі де қиын бізде. Мысалыға анар тазалаймыз дейді. Крестьянский жерлер бар емес па? Солардан жылда доғырға өткізеді, ақшасын жинайды. Бірақ халықтың өзі соляркісіне ақшасын төлейді, істеп атқан, экскаваторды айдап атқан шофердің ақшасын төлейді. Барлығы өзінің халықтың қалтасынан болады. Ешқандай қолдау, как будто біз Қазақстанда бөліктеп шығып кеткен ауыл сияқтымыз. Ешқандай шешімін таппай жатыр. Тұрғындардың сөзінше бұл мәселеден ауыл әкімдігі де, аудан әкімі Мадияр Оразалиев те хабардар. Тіпті аудан әкімі жолдың жағдайын өз көзімен көріп кеткен. Бірақ тұрғындар одан ештеңе өзгерген жоқ деп ашынады. Сапалы асфальт былай тұрсын, жаяу жүргіншіге арналған қарапайым аяқ жолға да қол жеткізе алмай келеміз дейді жұртшылық. Әкім мырзалар, әкімге екеуі болған. Район әкімі Мадияр мырза да болған, оны біледі. Өткір мырза да болды. Онда сәбірінде жолың несі бастықлар жол ағанлар айтты. Көктем шықсы мұнан бірінші жоп тротуар қыламыз дейді. Тротуар жоқ, балаң бәр жолдың жүреді. Машинаменен 20-де жүресін, жүре алмайсың. Үйді шоқыр, оңқыр, шоңқыр, жөндемізде пара, миллион ақша ажыратқан әлі жоқ та. Ал әкімдіктегілер тұрғындардың көтерген жол мәселесіне байланысты құны 600 миллион теңгеден асатын сметалық жоба дайындалғанын мәлімдеді. Алайда аудандық әкімдік мұндай қомақты қаржыны өз күшімен шеше алмайтынын айтып, облысқа алақан жаюға мәжбүр болыпты. Аудан әкімі халықпен кездесуінде келді. Мадияр Мұхтарұлы бұл үш аталған жол бойынша хабар бар, ауыл әкімде хабар бар. Бізде мынау жаңағы айтып өткен 2025 жылы қараша айында газ құрылысы толығымен аяқталып, халыққа пайдаланысқа берілді. Соның есебінен осы уақытқа дейін асфальт құрылысын жүргізілмей келген. Ал бізде асфальт құрылысына сметалық құжат дайындалып, мемлекет сараптамадан өтіп қойған. Түркістан, Әлчер, Набай, Анармет болсы 3 көшеге сметалық құны 624 миллион теңгені құрайды 3 көшенікі. Ал енді қазір біз оны облысқа ұсынып қоямыз, облыстан қаржы бөлінген жағдай Құдай қаласа басталады. Осылайша ауыл әкімдігіндегілер облыстан қаражат бөлінсе ғана мәселе шешілуі мүмкін деп отыр. Ал егер аудан сұраған миллиондаған қаржы бөлінбесе, Көлкенттегі жол мәселесі тағы да сол күйі қалуы мүмкін дейді. Енді қазған кезде асфальтке зақым келетін жер. Мүмкін оны білмейміз ғой. Ертең оның тротуары бар. Қазір тротуар бар ма? Тротуар жоқ қой, асфальт төселген екен болады бірге. Көлкенттегі түйткіл тек жолмен шектелмейді. Ауылда бұлақ су мен интернет мәселесі де тұрғындарды титықтатқан. Цифрлы дәуірде өмір сүре отырып, интернетті дұрыстап пайдалана алмай отырғандарына халық қапалы. Мемлекеттік қызметтен бастап күнделікті байланысқа дейін қиындық туындағанын айтады тұрғындар. Бірақ бұл мәселеден ауыл әкімдігінің де хабары бар болып шықты. Ең қызығы, ауыл әкімінің орынбасары интернет сапасына өте жақсы деген баға берді. Қанша рет мен осы сет мәселесі бойынша адамдармен ақылдасып, жалобы жазып, біз енді районға жібермекші болғанбыз. Жібермекші болған кезде ғана қосып отырған біздің сетті да. Мысалы, актив болсын, теледауал болсын, ауылдың түпір-түпіріне барып көретін болсаңыздар қазір, сет істемейді. Кішігірім жел болады, кішігірім жаңбыр жауады, бізде сет жоқ. Адамдар мысалға бәрі қазір
наличка емес, Каспийге өтіп кеткен мысалға. Каспийге өтіп кеткен, оның бәр жан жақта әрбір адамдар мысалға ыңғайсыз жағдайға тап болып жатыр да. Мысалы, постоянно жоқ. 2 апталап 20 күн деп болмай қалған кездер болған. Сол кезде мен жүгіргенде мысалға қол қойдырып, адамдарға нөмерлерін жаздырып, обращение жасақ деген кезде әкім осы жерде акиматқа кіргенбіз біз. Біз тастап қойдық, запрос тастап қойдық. Тура қазір жол мәселесі айтқандай. Осы мен 30-ға келдім. Мысалға запрос тастап қойдық, көрініп жатыр. Енді болады дегенмен мысалға уақыт өтіп жатыр. Енді осы активті бізге мынау Башняны, мынау Кәусар деген қазір клиника бар. Соның төбесінде тұрған алдым. Ондай проблема болған емес. Соны түсірді, осыдан кейін осындай басталды мысалға. 2 аптада бір рет бізде 3-4 күн деп сет болмайды. Қалай болады? Сет келеді, волна-волнамен. Бір келеді, бір кетеді, бір келеді, бір кетеді. Тура сондай ыңғайсыз жағдайға біздің халық жан жақтан мысалға тап болып жатыр. Теле башнясы бар. Ауылда да қазір активпен Теле2-ның Билайның да теле башнясы бар ауылда. Интернет ұстап тұр, қазір актив бәрі ұстап тұр. Жақсы ұстап тұрмайды. Ұстап тұр қазір. Ал енді ұсталмаған жағдайда біз облысқа хатпен ұсынып, олар мамандар, тиіс мамандар келіп, жөндеу жұмыстарын жасап кетіп жатыр. Осы 12 айда 3 ай істемейді. Сөйтіп айтайын. 3 ай маңызды емес па? Бір жылда 12 ай болса 3 ай істемейді. Мен оны ашық айта аламын. Мен оны дәлелде десеңіздер, мен соны түсіріп жүрейін постоянно. Білем ғой мен не болады. Өз ауылда туылып өскен ғой мен. Ұсталмаған кезде әкімшілікке ұсыныспен келіп, біз тиісті мекемелерге шығамыз. Әкімшілікке ұсыныспен барған кезінде істеп жатыр дейді, бірақ ешкім жоқ. Ана жерге құлып салынған, құлып ана не болып кеткен, құлып ашылмаған. 1-ден 5-ке дейін бір бағалап кетіңізші интернет сапасын. Интернет сапасын енді айтып отыр ғой. Жақсы істеп тұр қазіргі таңда. Осы күнге дейін сәл ахуал болған, қазіргі таңда енді Қалай бағалайсыз? 5 деп бағалаймын енді. 5 деп бағалайсыз. Осылайша Көлкен халқы қарнының ашқанына емес, қадірінің қашқанына қапалы. Жылдар бойы жыр болған жол мен интернет мәселесінен шаршаған жұрт аудан әкімі Мадияр Оразалиев Көлкен деген ауылдың бар екенін ұмытпаса екен дейді.